арнайы техниканың жүргізушісі 2 ауысымда болады. Бір апта күн, бір апта түн. Мен қазір күндізде жүрмін. Жаңағы жүрген жұмысымыз диспетчерге кіріп, жол парағын аламыз. Ол жақтан медпунктқа барып, қыздармен амандасып, давлениемізді, қан ölçümünü өлшейміз. Одан кейін алкотестерден өтеміз. Жағынан сосын механикке барып, ол бізге печать қояды, выездға разрешен деген сөз. Біз шығып, өзіміздің жұмыс куәлігіне барып тексереміз. Тексеріп болғаннан кейін, сосын шығып, енді выездға шығып қоятқан кезде бізді тағы бір механик тексереді. Ол кезде шығыста тұрады. Ол нені қарайды? Екі поворотник қарайды, фар жанып тұру керек, сосын маяк жанып тұру керек. Болды, сосын жағынан сосын бір маршрутқа шығып кетеміз. Таңғы 8-ге дейін түнде жүреміз, осылай 11 сағат жұмыста. Ана жерін сыпырып, мына жерін сыпырып, өзінің маршрутын сыпырамыз. Кейде басқа маршруттар үлгермей жатса, қатты қарда оларға барып көмектесеміз. Усиленный болғанда барлық техниканы шығарады ғой. Андай шамалы қарларда, қар жоқта, осындай ашық күндерде уже бастықтар өздері 2 маршрут, 3 маршрут шығарады. Абылай қатты боран қарлар кезде бәрі 6 маршруттар бәрі шығады ғой. Жұмыс қиын болғанмен адам өзі үйреніп қалады осы жұмысқа. Сол 2014 жылдың аяғында кіріп, 11 жыл почти жұмыс істеп жатырмын осында. Жұмыс жаман емес, жақсы. Айлықта бәрі жақсы түседі. Премия береді, оздоровительныйымыз бар. Маршрутқа шыққанда біздің жылдамдығымыз 25-30 километр болу керек. Одан басқа асырмау керек. Арақашылық где-то бір 2 метр, 1,5 метр болу керек. Біз шығамыз, кіреміз, тоқтаймыз, жылжимыз дегендей. Сол үшін бізге рұқсат берілген спецтехниканың ішінде жүргізуші ремень тақпайды. Адал еткен еңбегімен нанды тәтті болады ғой. Қыста міне қазір қар тазалаймыз көшелер бойында. Жеңіл машиналар жеңіл жүру үшін. Жазда қоқыс жинаймыз. Ертең шетелдік қонаққа келгенде ертең өзі қайтып барғанда айтады ғой, мынау Астана деген таза қала, әдемі қала. Сол үшін біздің жұмыс сол үшін маңызды ғой. Былай қарағанда әр адам өзінен байланысты ғой. Әр адам өз-өзін ұстаса, таза болады, қалада таза болады.